Поездағы махаббат. Алаңсыз балалық шақта өмір сүрдім. Барлық жағдайымыз жасалған. Әкем мен анам мұғалімдер. Мұғалімнің балалары сондай тәртіпті болады дейтін. Бірақ менің мінезім өте ашық. Кез келген адамды сөйлетіп кетемін. Сыныпта жақсы оқымадым. Әке-шешемнің арқасында бестікпен төртке ілініп жүрдім. Аға әпкелерім өте тәртіпті, салмақты. Тек мен еді. Үйдегі тентектеу әрі шошаңдап қалған. Әжем марқұм бұл қылығымды жек көруші еді. Сен бұлай тым шошаңдама. Қыз бала деген салмақты болу керек. Әне қарашы, әпкең сияқты болуың керек дейтін. Әпкем салмақты болғаны соншалық ішімді пыстырып жіберетін. Күлсе де жымиып қана күледі. Ал менің күлкімнің дыбысы жарқын-жарқын шығатын. Сондай сәтте әжем, «Әй, осы сен мына парықсыз күлкіңді қой деп едім» деп бұрқылдап сөйлеп жүреді. Әжемнің ақылы мен басқасын тыңдайтын мен жоқ. Әже, менің мінезім жаратылысым осындай. Қайта-қайта әпкеңдей бол деп айта бермеңдерші, дейтінмін ашуланып. Ашуланып бөлмеме кіріп кететінмін. Бірақ ашуым тез басылады. Көбаса көше қыдырып, қаңғуды жақсы көрдім. Сыныпта да көбаса жігіттермен араласып, олардың алдында арсыз күлкімен күлгенге мәз болдым. Анау айтқандай, сұлулығым болмаса да, сөзбен өзіме ұнаған жігіттерді қаратып жүрдім. Мектеп бітіріп, үлкен қалада ақылы оқуға түсіп, қаңғудан қол тимейтін күндерім өтіп жатты. Жігіт дегенді көйлекше ауыстыратынмын. Қасымдағы қыздарда мен сияқты. Жатақханада бір-бірімізді тапқандаймыз. Негізі анамның туыс сіңілісі бар. Сол үйде жатасың дегенде өзім бас тарттым. Сонан анам жатақханаға жайғастырды. Бастапқыда жігіттермен қыдырғанға мәз едім. Кейіннен сыра ішіп, мас болып, ол жігіттердің құшағында жататынды әдетке айналдырдым. Солай жүргенде жүкті болып, ақшамен алдыртып күнә жасадым. Қаншалықты ауыр күнә жасасам да ұмытып кеттім. Бар ойым мен санам кешке қыдырып, түнгі клубқа бару. Түнгі клуб мен үшін жұмақ секілді. Ішесің, билейсің. Өмірдің қызығы сол сияқты көрінетінді. Жазғы демалыста ауылға әзер келемін. Келген күннің өзінде кешке дейін ұйқымды қандырып, кеш бата сыныптастарымен қаңғу. Әке-шешем, әжем ұрсса жылаймын. Немене, өздерің жас болмадыңдар ма? Қазір қыдырмағанда қашан қыдырамын? Әке-шешемнің жуастығы болар, менің сөзімнен аса алмай, кешке көшеге шығуға қарсы болмады. Ағам ол кездері оқу бітірген, қалада мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Әпкем де оқу бітіріп, ауылда мектепте мұғалім. Өте салмақты, биязы. Қолын сұраушылар өте көп. Әйтсе де тұрмыс құруға асығар емес. Әпкем екеуміздің мінезіміз жер мен көктей. Ауылға келгенмен тыныш жүрмей, жігіттермен көлдің жағасында ішіп, әрқайсысының ойыншығы болдым. Үйге арақ сасып барғанымда әкемнің таяғын жеп, үйдегілерге ашуланып қалаға қарай қаштым. Анам байғұс шырпыр болып іздеп жүріп, әкеме айтпай пәтер жалдап берді. Енді бостандық өзімде, қалада пәтерде тұрамын. Әкеме анам мені өз туысының үйінде жұмыс жасайды деп айта салған. Ал мен пәтерімде кешке түнгі клуб жағалап, ақшалы еркектерді іздеп қарымды тойдырып жүрдім. Жұмыс жасағым келмейді. Пәтерге қыздарды тұрғыза бастадым. Олардың ақшасына киім алатынмын. Ол киімдерді түнгі клубта киемін. Солай өзімді керемет сезінетінмін. Сабақ жақындап, оқуға баруға менде мүлде ниет жоқ. Өзімді сүйреп барып жүрдім. Барғанның өзінде оқып жартпадым. Сессияда әйтеуір ақша тығып өтіп жүрген маған бір арам ой келді. Біздің деканымыз 40-тан асқан ер кісі болатын. Сол бір сабаққа қатыспау үшін сол кісінің басын айналдыру болды. Өз әкемнен кішілеу кісі, отбасы, балалары бар. Ол кісінің басын айналдырып дегеніме жеттім. Бірақ ол кісімен болған күні одан қатты жеркенетінмін. Десе де оқу бітіргенше шыдауым керек. Ол кісі әйел көрмеген еркек сияқты
Әлде мен сияқты жас қызбен бірінші рет болып тұр ма екен? Әйтеуір істегендері де сүйгендері де мүлдем ұнамайды. Өзімше деканмен жатқан күнімді қарғыс атқыр күн деп атап жүрдім. Алайда менің барлық күнім солай екенін кеш ұқтым. Алла маған барлық бақыт пен байлықты берсе де, нәпсіқұмарлықтың кесірінен барлығынан жұрдай болдым. Әбден маған әуес болған декан күн сайын мазалайды. Мен де сылтаудан жалыққан емеспін. Арамыздағы қарым-қатынасты әйеліне айтқан деканымыз қартайғанда мен үшін ажыраспақшы. Әртүрлі арам сөздеріме мас болған ол сорлы әйелім еш уақытта мұндай сөз айтпаған еді. Сен мені өмірге қайта келдің. Менің еркек екенімді сен ғана мойындадың деп менің асты-үстіме түсіп, айлығын алса ақшасын қолыма ұстатады. Деканның бұл қылығы мен сөздеріне жеркене қарағаннан басқа амал жоқ. Солай күндерім өте берді. Деканның әйелі ізімнен түсіп, айтпағанды айтып, жүйкемді тоздырды. Мен оның мыжырайған кәрі байын керекте етпеймін. Амалсыз жүрмін ғой. Талай көшеде ұстап алып, шашымнан жұлып соққыға алды. Сол үшін деканнан мен алшақтап едім. Енді міне бар киімдерін жиып, Аллау сұлуым, енді бізге ешкім кедергі емес. Мен үйден кеттім. Ажырасуға арыз беріп қойдым. Пәтер жалдап қойдым. Қасыма тезірек көшіп кел дегенде жүрегім тоқтап қала жаздады. Өзім әрең мың сылтаумен ол кәрі құтанмен әзер кездесіп жүргенде, не айтарымды білмей, қандай сылтау айтарымды білмей, телефонымды өшіре салдым. Енді не істеймін? Қырсығай деп басымды ұстай жерге отыра кеттім. Деканмен кездесуге бармасам, оқудан шығарылатын боламын. Өйткені қаншама сабақтан қалдым. Соның бәрін реттеп, артымды жауып жүрген осы. Оның пәтеріне көшіп барсам, түнгі клуб пен кешкі қаңғуым жайында қалады. Түнімен ойланып, әйтеуір бір сылтау таптым. Ертеңіне сабақтан соң кездесіп, бірге тұра алмайтынымды, арасында ғана кездесіп тұратынымды ғана айттым. Жаным, мені түсінші. Осы қалаға ағам жұмысқа келіпті. Енді үйге келіп, мені тексеріп тұрады. Сол үшін де сабақтан соң ғана кездесе аламыз. Кешке мүлдем үйден шыға алмаймын деп, мың өтірігімді шындай қылып айтқанда, ол сорлы сеніп қалды. Қаңғумен күндерім өте берді. Менің оқуды бітіруіме санаулы күндерім қалды. Дипломды деканым алып береді. Оған мүлдем бас қатырып жүргенім жоқ. Ауылдан анам арасында звондап, жағдайымды сұрап тұрады. Айтпақшы, мен 3-ші курс оқып жүргенде әпкемді алып қашқан. Өзінің жігіті келісіммен әрине. Тойына бара алмадым. Сол кездері клубта қыздармен төбелесіп қалып, көзім көгеріп қалған. Содан ұялып тойға бара алмай қалдым. Оқу бітіргенше ауылға аяқ баспаған маған анам, қызым, диплом алғасын ауылға қайт. Енді пәтеріңнің ақшасын төлей алмаймын. Әжең де соңғы кезде қатты ауырып жүр. Әкең де сені сағынды. Қайта ғой енді дегенде ойланып қалдым. Қайтуын қайтамын ау, бірақ түнгі клуб қалай болар екен? Жә, қойшы, көре жатармын. Бір жағынан деканнан құтыламын. Сәл ауылға барып демалып келейін. Сосын тағы бірдеңе ойлап табармын. Осындай оймен диплом алған күні ауылға қайтуға жиналдым. Вокзалға келіп, пойызға мініп өз орныма келе жатырмын. Деканым маған ең қымбат купеден әлде қашан орын алған еді. Купеге кірдім. Майка киген, денесі шымыр жігіт отыр екен. Алғаш көргенде есім кете ғашық болдым. Бұрын мұншалықты сезімді бастан кешіріп көрмеппін. Қанша жігітпен төсектес болсам да, ол тек жай ғана құмарлық екен. Ал дәл қазір мына жігітке қараған сайын сол жігіттің қасында мәңгі бірге болғым келіп барады. Бір сәт оның құшағында өзімді соның әйелі болғанымды шын жүректен қатты қаладым. Орныма жайғасып, өзімді ретке келтіріп, ол жігітті қалай болса да қаратуалы болды. Орныма жайғасып, өзімді ретке келтіріп, ол жігітті қалай болса да қаратып алу болды. Ол жігітке сөйлеп қалған өзім сияқты. Ол жігітте сөйлеп қалған өзім сияқты. Барынша маған сыпайы болып, қай жерден түсетінімді біліп алды. Ол жігіттен басқа үлкен әйел, тағы бір әйел бар. Өзімді ретке келтіріп, купеден шығып,
терезеге қарап ойланып тұрмын. Бар ойым жаңа танысқан сержанда. Ол жігіт мені ұнатып қалса екен, қазір алып қашамын, үйленемін десе, көзімді жұмып тұрып келісер едім деп, болмайтын қиялға шомылып тұрғанда, сұлу қыз, терең ойға түсіп кетіпсің деп сержан жаныма келді. Қуанып кеткенмен қобалжи сөйлей алмай жымиып күлдім. Әшейінде жымиып күлмейтін мен, ол жігітті өзімнен қашырып алудан қорқып, сыпайы салмақты қыздың кейпіне ене қалдым. Ол мені сөзге тартып, сөйлесіп, бірге шай ішіп, 1-2 сағаттың ішінде қыз бен жігіт болып үлгердік. Ол менің қолымнан ақырын ұстап, сені ұнатып қалдым дегенде, менің қаншалықты қуанғанымды ешкім сезбес. Бір өкініштісі, бұның барлығы жай ғана уақытша құмарлық екен. Сержан маған атын да, жасын да, тіпті тұратын қаласын да жалған айтқан екен. Кеш бата екеуміз тамбырға шығып сүйсе бастадық. Ол жерге темекі шегуге келген ер адамдар бізге ала көзбен қарайды. Нәпсімізді тия алмаған біздер олардың қарағанына мән бермедік. Түтін сасыған тамбырда жабысқан екеумізге ашуы келген үлкендеу бір ер адам ашумен қарап: "Ұяттарың қайда? Немене мынау қылықтарың? Сен қыз бұл жерден кет, сен бала қал, айтатын әңгіме бар" деп мені ол жерден қуды. Іштей ашуланып, ол кісінің бетіне келе алмай, купеге қарай кете бардым. Сержанға алаңдап барамын, ол кісі оны ұрып тастамаса екен деп. Сәлден соң сержан да купеге келді. Екеуміз терезе алдында отырып, ол кісінің не дегенін естігім келіп барады. "Жаным, ол саған не істеді?" деп асыға сұрадым. Жымиып күлген сержан: "Ештеңе, миға қонымсыз ақылдарын айтып бас қатырған біреу ғой" деп мысқылдай сөйледі. Купеге кіріп, шай дайындауға кірістім. Сержанның қасынан өткен сайын әр жерімді сипалап болды. Оның бұл қылығына купедегі әйел мен апа жақтырмай қарады. Менің ырық-жыр кеткен күлкім олардың жүйкесіне тиген болу керек. Ала көзбен жақтырмай қарап отырды. 2-3 сағаттан соң олар түсіп қалды. Сержан жолсеріктен 2 сағаттан соң ғана біздің купеге жолаушылар келетінін біліп келді. Содан екеуміз купенің есігін іліп 2 сағат бойы лас тірлікпен айналыстық. Басында өзімше майысып, қарсылық танытқан сыңай білдіріп, артынша сезімге берілгенмен шынайы бейнемді көрсетіп қойдым. Жолаушылар келмегенде таңға дейін болар медік бәлкім. Сержанның құшағында мәңгі боламын. Енді ол мендік деп қиялға күмп еттім. Жолаушылар келген соң екеуміз өз орнымызға жайғасып, мен ұйқыға кетіппін. Қатты шаршаған екенмін. Таң ата ояна ғашығымды көзбен іздеп әлекпін. Төсегі жинаулы. Атып тұрып қараймын. Я, шынымен де төсегі жинаулы, кетіп қалғанын білдім. Бірақ мүлдем бір ауыз сөз айтпай, қоштаспай кетіп қалғанына іштей қапалымын. Шыны керек ол маған барлығын жалған айтып, берген номеріне дейін жалған. Пойыздан түскен бойда звондап үлгірдім. Сержан жаным деп сақтаған номер қате. Мұндай номер тіркелмеген деп активтің операторы қақылдап қоя берді. Алғаш рет жүрегім сыздап, жылап қоя бердім. Пойыз әлі кетпеген еді. Вагонда жолсерікке жүгіріп барып, купедегі жігіттің атын сұрап едім. Есіне түсіре алмады. Бірақ сержан маған айтқандай, қалаға емес, басқа қаладан түсіп қалыпты. Алданғанымды енді білдім. Қайғырған мен ауылдың автобусына мініп, жылап келемін. Алғаш рет ғашық болдым. Ішкі дүнием өртеніп барады. Әйтеуір өкініш. Ауылға барып та қайғырып жүрдім. Әжемде мені күткендей, көп замай бұл өмірден қоштасты. Әжемнің кеткеніне жылап, онан өзімнің күйігім тағы бар. Арада бір айдан аса уақыт өткенде жүрегім айни бастады. Бірден көтергенімді сездім. Өйткені айлық белгім келмеді. Сержанмен болғанда ешқандай сақтану болмады. Баладан тез арада құтылу үшін қалаға баруға сылтау іздей бастадым. Солай басым қатып жүргенде, туыс жеңгемнің жасы үлкендеу ағасы жеңгем арқылы алып қашты. Жылап сықтап қалмауға тырысып жаттым. Мені алып қашқан күйеу жігітімді шақырып, барлық шындығымды айттым. Ол үнсіз тыңдап, сені әйелім ету үшін өзім таңдап алып қаштым. Енді менің әйелімсің деп шығып кетті. Солай ол шаңырақта келін болып шыға келдім. Маған алла жуас ата ене берді.
ешкім бетіме келіп сөйлемейді. Қызым деп аз түстіме түсетін. Ата-енем үлкен кісілер. Сержаннан көтерген қызымды босанғанда байқұстар қуаныштан жылап алма-кезек екеуі сол қызымды аялап өсірді. Мен ол қызды туып, мейірім бере алмадым. Қатты жек көрдім. Енем ізімнен жалынып жүріп емізетін. Өзімше сержаннан кек алған түрім. Солай емізбей жүргенде омырауым қатып, бір омырауымда жара пайда бола бастады. Сол бойы қызымды ата-әжесі бағып өсірді. Күйеуімді әлдеқашан төсекте баурап алдым. Бетіме келіп көрген емес. Бар тапқанын қолыма ұстатады. Ата-енемде пенсиясын маған беретін болған. Үйдің бастығы сенсің деп әлдеқашан маған бас иген. Соны да көтере алмай мен сорлы қайтадан лас жұмысымды жалғастырдым. Ақшаның барлығын қолыма алған мен қаладан пәтер алуға асықтым. Үйдегілерге ертең балалар өссе қалада пәтер жалдамай үйде тұрсын деп айтып едім. Ата-енем мен күйеуім қолдады. Сонымен кредитке үй алып, ата-енемнің пенсиясын үйге салдым. Қызымнан соң бір ғана ұл туып, фигура сақтап жүрмін. Ол ұлды да ата-енем бағып өсірді. Мен жұмыс деп ақшамен мектепке тұрып алдым. Қалада бір емес 2 үйім бар. Ауылда жұмысым бар. Мектептегі сылаңдаған апаймын. Мені сол директор құртты. Бір сөзбен айтқанда көңілдесі болдым. Жұмыс деп қалаға тайып тұрамын. Сол жақта мейрамханаға барып, ішіп, қаңғып менен басқа бақытты адам жоқ. Баяғы қаңғуымды қайта жалғастырдым. Арада жылдар өтіп, ұл қызым есейіп оқуға түсті. Қызым 1-ші курсты бітіре сала тұрмысқа шығамын деп тұрып алды. Маған бәрібір. Ата-әжесі келіспей, ақыры қызым қашып кетті. Енем жылап, мені ол қызды алып келуге жібергенде, сержанды көріп шок болдым. Мына тағдырды қараңыз. Қызым өз ағасына әйел болмақ. Сол жерде сержанды, әйелін шақырып, пойызда болған жағдайды айтып салдым. Үлкен шу болып, қызымды алып келдім. Қызым болса, мені жек көріп, сөйлеспей қойды. Кейіннен мына жүрегім сержанды іздеп, қайта-қайта мазам кетті. Шыдай алмадым. Сержанды өзім іздеп тауып алдым. Номерін алып, кездесуге шақырып, соңы махаббатқа ұласты. Сержанның есімі Қанат екен. Менімен кездескенде әйелі, баласы бар екен. Білмеймін, өзімді 18 жастағы қыз секілді сезініп, сержанмен қайта табысып, көңілдес болдым. Соңғы кезде сылтауым таусылмай қалада апталап жататын болдым. Күйеуім мен балам мені іздеп қаладағы пәтерге келген. Мен телефонымды өшіріп қойған едім. Әшейінде мені олар іздемейтін, бәлкім күдіктенген болар. Қаладағы бір пәтерімді сержанға тұруға бергем. Сол үшін жиі қалаға келіп, бірге көңіл көтеріп жүрдім. Енді міне, ұлым мен күйеуіме ұсталып, масқарам шықты. Күйеуім емес ұлым ашуланып, үйді қирата, маған айтпағаны қалмады. Байғұс күйеуім тек көзіне жас алып, үнсіз баламмен бірге кете барды. Сол күннен соң менен бәрі теріс айналды. Күйеуім мені кешіреді, оның сырын білемін. Бірақ ұлым мен қызым мені өлердей жек көреді. Менің бұл өмірде бар екенімді де ұмытқандай. Көп замай сержан да ғайып болды. Өз әйелі кешіріп отбасына кетті. Мен жалғыз қалдым. Күйеуімді ұлым жібермейді. Әйтпесе телефонмен сөйлескенде жаныма келгісі келетінін айтады. Қартайып келемін. Енді ғана жалғыз қалғанда бәріне өкінемін.